Мен Малайсары Бақтар атындағы жалпы орта білім беру мектебінің 8-ші Б сынып оқушысы Хамзат Маңғара. Мен сіздерге Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасын қысқаша айтып берейін. Ильяс Жансүгіровтің қысқаша өмірбаянына айтып кетсек, ол ақын, драмашы, прозашы. Ол Алматы облысының Ақсу ауданында дүниеге келген. Өз ауылында мұғалім болған және де тілші газетінде жұмыс істеген. Ол 1938 жылы саяси қуғын-сүргін құрбаны болды. Ильяс Жансүгіровтің толық өмірбаяны осы видеода көрсетіледі. Ақын, драмашы, прозашы Ильяс Жансүгіров 1894 жылы қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданында туған. Әкесі Жансүгіров ескіше хаттанған, әңгіме шежірелерді жақсы білетін домбырашы ұста адам болған. Анасына жаста жетім қалған Ильясты еркелетіп, жақсы үлгіде тәрбиелеп өсіреді. Ол алғашында әкесінен хат таниды, сонан соң ауыл молдасынан білім алып, медресе үлгісіндегі мектепте оқиды. Ильяс 1920 жылы Алматыға келіп, 3 айлық мұғалімдік курсын бітіреді. Артынан Ташкенттегі Қазақ ағарту институтының жанындағы қысқа мерзімді курста 5-6 ай оқып, денсаулығының нашарлығына байланысты ауылына қайтады. Біраз жылдар ел ішіндегі рухани мұраларды жинауға араласып, кейін солардың негізінде Сүйінбай, Албан Асан сияқты халық ақындар. Ильяс Жансүгіровтің 15-ке жуық поэмалары бар. Солардың бірі Күй, Дала, Күйші, Құлагер. Және де Ильяс Жансүгіровтің прозалық шығармаларының ішіндегі көлемдісі Жолдастар романы. Мұнда қазақ сахарасында еңбек адамдарының тұрмыс тіршілігі, азаттық көрген арман аңсары және де 1916 жылы ұлт азаттық көтерілісінің дүмпуін көрсетіледі. Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасы неліктен құлагер деп аталған? Ильястың құлагер поэмасы сырт қарағанда ақынның шайгүлігі құлагер мерт болуына арналған. Бірақ бұл поэмада құлагердің мерт болуы ғана емес, халықтың ұлт салт-дәстүрі, тәртіп ұлтшылдығы көрсетіледі. Поэмалық композициялық құрылымы арқылы мазмұнын ашып берейін. Сюжеттің басталуы былай басталады. Арқа елінде Сағынай деген байға ас беріледі. Асқа бүкіл 300-дің елі жиналады. Ас Ереймен тау етегінде өтеді. Астың суреті қонақ күту, бәйге аттарының жиналуы, аттарды сыншылардың сынауы және де ат бәйгесі толығымен суреттеледі. Сюжеттің байланысуына келсек, асқа ақан сері де келеді. Әйгілі сері бәйгеге сүйікті атты құлагерді қосады. Алтайдан келген Батыраш байдың атақты жүйрігі Көктұйғын дауысы бәйгеге арнай бақталған. Құлагердің келгенін естіген Батыраштың қызғаныштан іші күйеді. Сюжеттің дамуына келсек, бәйгеге қосылатын аттарға Күреңбай сын айтады. Ол құлагерді ары-бері қарап, бүгінгі бәйгеде осы ат бәйгені алады дейді. Сюжеттің шиеленісуіне келсек, бәйгеге 1300 ат қосылады. Бәйгенің алдында ақан баласы Ыбанға ақыл айтады. Барғанша ұрма, қамшы салма, озба деп айтады. Көк өзекке келгенде тепкі сал, аттың басын қоя бер дейді. Шарықтау шегінде бәйгеге 1300 аттан 4-еудің мойнын озып шығады. Көл айнала барғанда алдына 2 ат шықты жеке дара. Ол ақанның құлагері мен Батыраштың Көктұйғыны еді. Құлагер омырауымен Көктұйғынды қағып соғып, ағындап келіп түсті көк өзекке. Шешіміне келетін болсақ, бәйгеге 1300 аттан Көктұйғын мен құлагер озып шығады. Батыраштың жіберген қарақшылары құлагерді көк өзекте күтіп тұрып, айбалтамен шауып мерт қылдырады. Енді сіздерге Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасы қызықты болса, сіздерге Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасын оқуға шақырамын.